Қайырлы күн достар. Электронды түрде өтінімін беріп қойып, өтінімнің жағдайы қандай дәрежеде болып жатқанын біле алмай, түсіне алмай жүрген азаматтар үшін мемлекет тағы да бір қызмет түрін ашты. Ол өзіңіздің өтініміңіздің статусын тексеру мүмкіндігі. Қаралып жатыр ма, қаралып жатқан жоқ па, соны білу үшін сіздер келесідей іс-шараларды істеу арқылы біле алатын боласыз өзіңіздің өтініміңізді. Ол үшін интернетқа кіресізді 42500.еңбек.kz сайтын тауып, сол сайтқа кіресіздер. Міне көз алдыларыңызда қазір мен кіріп жатырмын еңбек.kz сайтына. Қазір 1 минут. Міне мынау еңбек.kz сайтының бірінші беті. Сәл төменірек түсірсеңіз, міне өтінім статусын тексеру деген батырма бар. Осы батырмаға кіресіздер. Ол үшін сізге керегі сіздің жеке куәлігіңіз, яғни иініңізді білу керексіз. Мысалы, қазір бір адам тексеріп көрейік. Айта кетейін, бір телефоннан 1 сағат ішінде бар жоғы 3 адамның статусын білуге болады. Жеке куәлік нөмірін тереміз келесі жолға. Және астыңғы жағына «Я не робот» дегенді басамыз. Яғни жоғарғы жағында иін, астында жеке куәлік нөмірі, астында «Я не робот». Тексеруді басамыз. Сол кезде міне төменгі жағында өтінім статусы деп тұр. Сіздің өтінішіңіз еңбекпен қамту мәселелері бойынша штабпен қарастырылды. Азаматтарға арналған үкімет мем корпорациясына жолданды, мемлекеттік корпорациясына жолданды. 4 қадамның екіншісі дейді. Яғни бар жоғы 4 қадам екен, кез келген өтінімді қарастырудың. Соның екіншісі, яғни біріншісін өтті, қазір екінші қадамында тұр. Кішкене әлі мына азаматқа әлі кішкене күте тұру керек. Өстіп, өзіңіздің статустарыңызды тексерсеңіздер болады. Өйткені көп адамдар маған көп сұрақтар жолдап жатыр. 5 күн болды, 10 күн болды, бердім, ешқандай хабар жоқ, білмеймін не болып жатқан. Міне осы арқылы әр қадамын тексеріп отыруға болады екен. Бұл видеоны барынша өздеріңіздің таныстарыңызға таратыңыздар. Кім өтінім беріп қойып жаңағы несін түсінбей жүр, не болды, жауап келе ма, келмей ма, ақша бере ма, бермей ма, соны түсінбей жүрген азаматтардың барлығына таратыңыздар. Көрсін, тексерсін өзін. Қайттан қайталап айтамын, бір телефон арқылы 1 сағаттың ішінде 3 рет тексерсе болады. Одан кейін 1 сағаттан кейін қайтадан 3 рет. Яғни сіз өзіңіз отырып, өзіңіздің ағайын туысқандарыңызды тексеріп шықсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.